Hi guys! Сәлем достар! Бүгін бізде ағылшын тілінен алғашқы сабақ. Бұдан кейін де әртүрлі ағылшын тілі грамматикасына арналған, жалпы ағылшын тілін үйренуге арналған сабақтар болады. Сондықтан каналды жоғалтып алмас үшін жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін бізде сабақта ағылшын тілінің әріптерімен үйренетін боламыз. Ағылшын тілінің әріптері айтылғаны, жазылуы сияқты, яғни ерекшеліктері бар. Айтылуында, жазылуында, иә, бірақ әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын сабақтар болады алда. Ал бүгінгі сабақта біз жалпы әріптерді үйренетін боламыз. Жалпы ағылшын тілінде 26 әріп бар. Оның 6-ы дауысты, ал қалғаны дауыссыз дыбыстар. Әр дауысқа біз жеке-жеке тоқталатын боламыз, бірақ бүгінгі сабақта жалпы әріптермен танысу болады. Келесі видеоларда қазір жалғасында мен әріптерді оқитын боламын, айтатын боламын, ал сіз менен кейін міндетті түрде қайталап отыруыңыз қажет. Сәттілік тілеймін, ал ендеше кеттік. Эй, эй, қайталаймыз. Эй, эй, жарайсың. Би, 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 си, 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 ди, 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 жарайсың. И, 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 F, 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 G, 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 H, H, H. Керемет. I, I, I. Қайталап отырамыз. J, 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 K, 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 L, L, L. Жақсы. M, 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 N, 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 O, O, O. Жарайсың. P, P, P. Керемет. Q, 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 R, R, R. Жақсы. S, S, S. T,
T, T, U, U, U. Жарайсың. We, we, we. W, W, W. Жарайсың. X, X, X. Y, Y, Y. Керемет. Z, Z, Z. Жарайсың. Осымен бізде ағылшын тілі әріптері 26 әріптің бәрін қазір оқып, танысып шықтық. Жаттап алу үшін видеоны тағы да бірнеше рет қайталап, күнделікті қарап, жаттап алуыңа болады. Алдағы уақытта бұдан да тағы да басқа сабақтар болады. Әр дыбысқа, әріпке жеке-жеке тоқталатын боламыз. Сондықтан каналға жазылуды және де лайк басуды ұмытпаймыз. See you next time.